Assalamu alaikum. 9-chi darsni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi yassir va la tu'assir. Robbi tammim bil khayr. Amin. Sallallohu alayhi va sallam. Alif, lam artikli. Arab сөздерінің алдында кейде alif, lam artikli білдіруші, нақтаушы әріп қосылып жазылады. Алиф, ләм әріптерінің сөз алдында келуіне байланысты ләм әрпінің оқылып, оқылмауы тұрғысынан араб әріптері шәмсия және қамария әріптері болып екіге бөлінеді. Яғни күн және ай әріптері болып екіге бөлінеді. 28 араб әліппесінің 28 әрпі екіге бөлінеді 14-тен. Шәмсияда 14, қамарияда 14 әріп. Бұл өте оңай, әсіресе мединский баспамен оқысаңыз, мединский баспамен оқыңыз. Мен кеңесім әрдайым соған сілтеп отырам. Мединский шрифтпен Усман Тоханың шрифт құранымен мединский шрифтпен жасыл құран болса тіпті жақсы, немесе тәжвидте болады. Тәжвидпен құран алдыңғы видеоларда көрсеттім. Шәмсия әріптері осы 14 әріп. Егер осы 14 әріп алиф, ләмнен кейін осы 14 әріп келсе, ләмі оқылмайды. Алиф, ләмнің ләмі оқылмайды. Әріптерінен кейін шәмсия әріптерінің біреу келсе, алиф, ләмнен кейінді ләм оқылмайды. Бірлескен шәмсия әріп шәддәлі оқылады. Бұл қағида тәжвидте идғам шәмсия деп аталады. Яғни Құранның аяттың басында келеді. Осылай әл деп келеді. Алиф хамзамен келеді. Сізге көрсетейін. Мысалы, Фатихада бүйтіп келіп тұр. Әл келіп тұр. Мысалы, Ар-Рахман дегенде алиф, ләм келіп тұр. Осылай келеді. Аяттың ортасында да келеді. Осылай уасыл хамзамен келеді. Енді егер аяттың басында немесе ортасында келсе, шәддәлі болып келсе, алиф, ләмнен кейін шәддә келсе, бұл шәмсия әріптері деп жаттап аласыз. Болды, оп-оңай. Алиф, ләмнен кейін шәддәлі әріп келсе, мединский баспада, онда шәддәмен оқисыз, ләм оқылмайды. Ләмнің үстінде, астында ештеңе жазылмайды, сукун көрініп жазылмайды. Бұл көрінбейтін сукунмен жазылады. Бұл деген сөз, ләм оқылмайды деген сөз. Әттину деп оқылады. Әттину. Мысалы, Ар-Рахман, шәддә келді алиф, ләмнен кейін. Бұл деген сөз шәмсия әрпі келді. Шәмсия әрпі келсе, алиф, ләм артиклінің ләмі оқылмайды. Болды, осылай жаттап аласыз. Енді бір оқып шығайық. Тинун, әттину. Шәһрун, әш-шәһру. Сиябун, әс-сиябу. Сабирун, әс-сабиру.
динун әддину, диддун әддидду, зикрун әззикру, тиббун әттиббу, рахимун әррахиму, ظاهر الظاهر، زوج الزوج، ليل الليل، سلام السلام، نور النور. Енді алиф лам артиклі қамари әріптеріне келдік. Бұл да 14 әріп. Дәл жаңағыдай, егер алиф ләмнен кейін осы қамари әріптер келсе, бұл жерде керісінше ләмі оқылады. Алиф ләм әріптерінен кейін қамари әріптердің біреу келсе, ләм әрпі сукунды болып оқылады. Тәжвид ғылымында бұл ережені исхар қамария деп атайды. Бисмилля. Фатиханың екінші аятында келеді осы ереже. Әлхамдулиллах, әлхамду. Алиф ләм келді, қамари әрпі келді. Бұл жерде шәдда жоқ. Бұл деген сөз, бұл жерде қамари әрпі деген сөз. Осылай оп-оңай жаттап аласыз. Яғни алиф ләмнен кейін шәдда келмесе, бұл қамари әрпі. Бұл деген сөз ләм оқылады. Егер сөздің басында алиф ләм болса, алиф те оқылады. Әлхамду. Бұл уасил хамзаны иншалла келесі бетте өтеміз. Сол кезде түсінесіз. Қазір сіздің түсіну керек нәрсе, егер алиф ләмнен кейін аяттың басында келсе, алиф ләмнен кейін шәдда келмесе, ләм оқылады. Әлхамду. Әлхамду. Алиф те оқылады, алиф харакатпен оқылады. Осылай оп-оңай жаттап алсаңыз болады. Ибилун әл-ибилу, фәжирун әл-фәжиру, бейтун әл-бейту, қадирун әл-қадиру, джибалун әл-джибалу, кәуثرун әл-кәуثру, حمدٌ الحمد، مالك الملك، خالق الخالق، ودود الودود، عالم العالم، حدب الحدب، غفور الغفور، يمين اليمين. Және бұл жерде ләм сукунмен келеді. Бұл жерде көрініп жазылады сукун. Бұл жерде көрінбей тұрды ғой шәмсияда. Осылай ажырата да аласыз. Яғни шәдда болмайды мына қамарияда. Және сукун көрініп жазылады ләмде. Бұл деген сөз ләм оқылады деген сөз. Бұны неге бүйтіп түсіндіріп жатырмын? Сіз өз бетіңізше ережені, әріптерді жаттап, ережені білгеніңіз жақсы. Бірақ көбі әдейі жеңілдетіп айтам, көп осы тәжвидтерді әдейі жеңілдетіп үйретем. Себебі менің ойым, методикам ең бірінші шәкіртті Құранға түсіріп алу. Сосын барып, ол ары қарай өзі
ниетіне, желаниесіне байланысты өзі дамыту керек. Ары қарай қайталап пысықтап, тәжвидті қайтадан басынан аяқ пысықтап тағы оқып шығу керек. Әр оқыған сайын қайталап одан да көбірек түсіне бастайсыз, ережені жақсы түсіне бастайсыз. Сондықтан осындай оңай методиканы таңдап отырмын. Құранға түсіп кеткеннен кейін пысықтай бересіз. Қалай үйренгіңіз келеді, жаттайсыз ба ережені, бастан аяқ жаттап алып айтып бересіз ба, өзіңіз білесіз. Аллаху сөзіне ләузатуллах делінеді. Аллах сөзіндегі ләм әрпі алдындағы әріп фатхалы яки даммалы болса жуан оқылады, кәсіралы болса жіңішке дыбысталады. Аллах деген сөздің ережесі, яғни егер Аллах сөзінің алдында фатха немесе дамма келсе жуан оқылады. Ләм шәддәлі екі ләм жуан оқылады, және деп Алла деп созған кезде де жуан оқылады, үстіндегі харакаты, және екі харакатқа созылады. Алла фатха келді, екі ләм жуан оқылады, және үстіндегі фатхасы екі харакатқа созылады, ол да жуан оқылады. Аллаху негізі ләм жіңішке әріп, бірақ осы Аллах сөзінде, тек қана осы Аллах сөзінде фатха келсе немесе дамма келсе ләм жуан оқылады, және харакаты да. Аллаху фатхасы да ортасындағы жуан оқылады. Валлаху мааллахи зикруллахи, бұл жерде де дамма келіп тұр. Аллах сөзінің әлиф ләмнің алдында дамма келсе де жуан оқылады. Екі ләм де жуан оқылады, оның үстіндегі харакат екіге созылады, ол да жуан оқылады. Зикруллахи, насруллахи, лиллахи кәсіре келсе жіңішке оқылады, екі ләмде, және фатха екі харакатқа созылады, ол да жіңішке оқылады. Лиллахи, биллахи, бисмиллахи, юти'иллаха, сабилиллахи. Яғни тек кәсіра келсе алдында жіңішке оқылады, фатха дамма келсе жуан оқылады. Ләм жуан оқыған кезде тілді сәл артқа тартамыз. Аллах, Аллах, және тілдің басы сәл артқа қарай жиырылады. Аллах, Аллах. Ал жіңішке оқығанда арқайын қинамай жеңіл оқи бересіз. Лиллахи. Уасыл хамзаны да қосып кету керек, себебі алдыңғы тақырыпқа қатысы бар, шәмсия қамария әріптеріне. Әлиф ләм әрпінің хамзасымен қатар кейбір хамзалар сөздің басында айтылғанмен сөздің ортасында айтылмайды. Бұл хамза уасыл хамзасы деп аталады. Сөздің басындағы әлифтің харакаты алдындағы сөзбен қосылған кезде оқылмайды. Көбінесе уасыл хамза былай жазылады.
Құранда да мединский баспада да осылай жазылады. Яғни Хамза сөздің басында оқыдық қой жаңа Фатиха сүресінде. Шамсия, Хамарияда мына жерде Әл-Хамду Ар-Рахман дегенде фатхамен оқып тұрып қой әлифті Хамзаны, уасыл Хамза. Осы сөздің басында, аяттың басында әрдайым оқылады. Егер аяттың ортасына түсіп кетсе, яғни сөз аяттың басында болмаса, оқылмайды. Барлық қай жерде келсе де. Міне мысалы, бисмилля. Ихдинас сиратал мустақим. Көрдіңіз бе? Мына жерде оқылмайды. Және бұл жерде айта кететін нәрсе, ләм де оқылмайды, себебі шәдда келіп тұр. Шәдда келсе не болады? Шәмси әрпі болады. Шәддадағы әріп оқылады. Жаңа түсіндіріп айттым. Ихдинас сиратал мустақим. Бұл жерде жаңа ереже бойынша уасл хамза, алиф пен уасл хамза аяттың ортасында келсе оқылмайды. Және ережеге байланысты алиф ләмнен кейін шәдда келсе, ол шәмси әріптер деген сөз сод. Осы сод оқылады. Ихдина сиратал мустақим. Бұл жерде нә деп созылу керек еді, бірақ бұл жерде созылмайды. Иншалла оған келерміз. Яғни бір сөзбен айтқанда аяттың басында уасл хамза келсе, әлифпен оқылады. Әл-азаби деген сияқты да. Ал егер аяттың басында келмесе, басқа барлық жерде келсе, ол оқылмайды. Минәл азаби. Көрдіңіз бе? Бұл жерде ләм сукунды, бұл одан кейін шәдда жоқ. Бұл деген сөз қамария әрпі деген сөз айын. Қамария әріп болса, ләм оқылады дедік. Минәл азаби. Көрдіңіз бе? Ал бұл неге оқылмай қалды? Себебі аяттың басында келген жоқ. Аяттың басында келсе оқитын едік. Ар-Рахиму. Алиф ләм келді, одан кейін шәдда келді. Шәмсия әрпі ро. Бұл деген сөз ләм оқылмайды. Егер ар-Рахиму сөздің басында келсе, алиф оқылады уасл хамзамен. Бұл жерде уасл хамза жазылмаған, Құранда жазылады. Жаңа Фатихада көрсеттім. Міндетті түрде мединский баспада. Хуар-Рахиму. Хуар-Рахиму. Бұл жерде уасл хамза ортасында келіп тұр. Мән бермейміз, оқымаймыз. Хуар-Рахиму. Ары қарай ләмді де оқымаймыз. Ләмнің үстінде сукун көрсетіліп жазылмаған, одан кейін шәдда келіп тұр. Шәмси әріптері шәдданы оқимыз, шәдда арқылы. Шәддадағы әріпті оқимыз. Хуар-Рахиму. Иж'ална вәж'ална. Бұл жерде ләм әлифсіз келіп тұр. Онда да оқылмайды. Исриф Роббана сриф. Бұл жерде де алиф ләмсіз келіп тұр. Өзі келіп тұр. Алиф пен уасл хамза оқылмайды. Бұл жерде де әл-мәсиру ва илейкәл-мәсиру. Бұл жерде де оқылмайды. Жалпы барлық жерде оқылмайды, егер басында келмесе сөздің. Міне бұлай. Бұл жерде тек
уасил хамзаны жазбаған ғой, көрсетпей қойған да, харакатын қойып кеткен. Бұл жерде оқылмайды. Ва илейкәл мәсиру. Неге ләмді оқыдық? Себебі оның үстінде сукун көрсетіліп жазылып тұр, одан кейін шәдда жоқ. Бұл деген сөз мим, қамария әріптері. Егер алиф ләмнен кейін қамария әрпі келсе, ләм оқылады. Исмә роббика, сәббихисмә роббика. Бұл жерде де оқылмайды. Ләм жоқ. Сондықтан алиф пен уасил хамза оқылмайды. Ләм сірә жоқ бұл жерде. Түсіндірдім деп ойлаймын. Оңай, жеңіл, барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл тақырыпты қосып отырмын әдейі. Себебі шәмсия қамарияға да байланысты. Яғни уасил хамза алифпен аяттың басында келмей, одан кейін келсе, ортасында, мына жерде мысалы, онда оқылмайды. Ал ләмсіз келсе оқылмайды сірә. Ал ләммен келсе, бірінші шәмсия ма қамария ма екенін біліп аламыз. Егер қамария болса ләм оқылады, шәмсия болса ләм оқылмайды. Ал оларды айыру оп-оңай. Шәдда мен шәдда жоқ. Бұл жерде сукун жазылған, бұл жерде сукун жазылмаған.